Саба шерфлерiniz хайырлы olsun. Бүгін Қырым ишгалінің 712 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Херсон шерінде Меджлис бинасында юз берген патлавны полиция теракт оларақ адландыра. Патлав аққында хабер ерлі полицияға геже 2:45 даққа кечкенде келді. Меджлис рейсі Рифат Чубаров өз Facebook сайфесінде зарарланғанлар yok аққында білдірді. Олған вақаны Русия тарафындан япылған провокация оларақ таны. Херсон Меджлис темсілжісі Ибрагим Сулейманов білдіргенне көре, Меджлисте юз берген патлавның esas мақсады бұл милетлер ара мұнасибетлеріні бозмақ. Была брошена граната. Ну, теперь уже граната. Мы сначала думали, что это взрывной пакет. Но после того, когда осмотрели место происшествия, в принципе, это подтвердили специалисты. Это, по всей видимости, РГВ-5 граната. Это было служебное помещение, оно было пустое, а люди были на втором этаже. Никто не пострадал, к счастью. Это террористический акт, еще раз подчеркну, это никакое не хулиганское действие. Это так, наверное, один из моментов запугать людей, мирных жителей, наверное, активистов из числа крымских татар, в том числе. Херсон велеетінің Красный Чабан көйінде сақланған силя тапылды. СБУ матбуат меркезі білдіргенне көре, евлерінің бірісінде Тинтув девамында 82 калибрлы гранатомет тротил граната тапылды. Муэсеседе қайт еткенлеріне көре, евде сақланған силя февральның 5-інде тапылды. Шымды тақиқат ишлер алып барыла. Киевде Русия симабусы Ильдар Дадинге дестек костырып акция кечирилди. Крым Реали билдиргенине көре, митинг иштиракчылары Русия элчиханесынын бинасы янында топлаштылар. Ильдар Дадин жима тедбирлеринин өткөрүлмөсү девамында кайделер бозганны үчүн Русияда 3 жылга махкум этилди. Активист өзү кабатыны танымады. Amnesty International Ильдар Дадинге нисбеттен кечирилген махкумуну шашыртыcı ve каба иш оларак адландырды. Русия Бұсыне дестек костырып акциялар базар күні дүнияның чешіт шерлерінде Москва, Екатеринбург, Лондон, Париж, Таллин, Прага ve Америка Қошма штатларының базы шерлерінде кечті. Киевде есе өткерілген акцияға есе Илдардың достлары ve Қырымдан көчкенлер келіп, Русия саясетіне қаршылық білдірелер. Я знала лично, мы вместе с ним участвовали в акциях, вместе клеили листовки, и вообще он мой близкий друг. Он первый, кто сел по вот этой статье за то, что он был задержан за участие в незаконных, так сказать, несанкционированных мероприятиях. Проти цього Російської імперії. Я проти тому, що вона захопила в тому числі мою батьківщину, Крим. Қырымға еберілмеген Украин активисті Велдар Шукурджиев Русия қызметлерге қаршы махкеме шикает етежек. Facebook сайфесінде білдіргеніне көре оны Қырым сынырындан 3 saat tutup bir kaç kere ondan ailesi ve Kırım'a ne maksadının barğanı soray ediler. Bunun beraber Şukurciyev'nin bildirgenine göre onu videokameraga yazıp ona 2030 senege kadar Kırım'a kiriş yasak etilgenini vesikanı tutturmaga istegenler. Keçken senesinin noyabr ayında onu Kırım kirişinde Kalançak Keçuf noktasında bir şini izatlamayıp 7 saatga yakalangan ediler. Қырым саяси мабуслеріні режиссер Олег Сенцовны ve Александр Кольченканы колонияға yolladылар. Сенцов Иркутск шеріне, Кольченко есе Челябинск колониясында жаза вақтыны кечірежеклер. Бұны режиссерінің татасы Наталья Каплан білдірді. Қатырлатамыз кечкен сенесінің август айында Ростов-на-Дону шерінің Шимали Кавказ Арби махкемесі Сенцовны террористик тешкілятның тешкіл етілмесінде ve қанунсыз силя сақламасында қабатлап, оны 20 ел апске тұтмақ қарарыны çıkardı. Александр Кольченко ise terакта iştirak etmesi için 10 yıl koloniyada geçirecek. Украинская правда интернет-нешірінің баш муарирі Севгиль Мусаева Боровик өзінің Facebook сайфесінде Номан Челебиджихан адына Қырым батальон тұқымасының фоторесімні көстерді. Фоторесімде гирейлер тамғасының яраштырылған мавы мейданда қылыч ветто керек қалқаны еле атлының шеклі тасвир етілген. Атлыны үстінде тунч арифлерден Қырым татар тілінде Номан Челебиджихан деп yazылған. Қатырлатамыз яқында Қырым сакинлері вечешіт дин векілерінден ибарет олған
батальон тешкіл етмесі планлаштырыла. Қырымның ватандашлық қамачавның координаторы Ленур Ислямовның білдіргеніне көре, батальон Украина Милли гвардиясының бір қысымы олажақ. Қырым-татар Авдет газетасы хафы астында. Газетаны электрон адресіне озыны тарихи илімлер намзеті оларақ адландырған Рустем Хаяли адындан Қырымның прокуратурасына йоланылған шикаятның копиясы келді. О газетаны тешкірмек века патмаға талап еті. Прокурор Наталья Поклонскаяға yazылған мектубынды Авдет ичбір вақыт Қырым-татарларының мерақларыны білдірмейіп, 30 ел девамында меджлисінің рупоры оларақ белгілене. Шикаятның себебі Хаялинің фікірінже 4 ел евелісі газетада башқа инсанның адындан оның монографиясының дерч етмесі олды. Қатырлатамыз кечке сенесінің апрель айындан башлап, газета толы шекелде нешірге чықып оламай. Бұның esas мақсады газета Русия қанунлары бойынша қайттан кечіп оламады. Шымды газета онлайн шекелде çalışа. Бұндан да ғайры газета сынырлы тираж или яни 999 экземплярне нешірге чыха. Қырым ежғали ақында фильмі Халқара Берлин кинофестивалінде көстерілежек. Фильм февраль 11-21 күнлері девамында Ukrainian Film Körner черчевесінде тағдым етілежек. Украинада есе фильмні нумайшы март 14 күні кечежек. Фильм тесісчелері Бебелон 13 ижади бірлешмесі ола. Фильмде уникаль документаль видеокадрлар топланылған. Бұндан да ғайры анда 2014 сенесі март айының вақайларында иштирак еткен денізжі учиджи десантник ве дениз пиаде аскерлері тасвир етілген. Сначала там были вообще пацаны там по 18-19 лет, которые ехали вообще тупо с Олимпиады, которая была вот это в Сочи. Они говорят, мы ехали домой, мы с московского гарнизона. Говорит, мы ехали домой. Вот. А потом, когда приехали чечены, там, конечно, да. Технарь с пистолетом против спецназовца, это явно неравная сила. Стояла задача, которую надо было выполнить. Вот. Поэтому как бы там решать, быть или не быть, это уже был второй вопрос. Пострел! Реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Увидел цену деньгам, увидел цену дружбе. Надо четко понимать, что в нашей стране происходит война. Началась она год назад как раз с крымских событий. Бұл ноқтада программамызны екінлейміз, күніңіз те қайырлы хаберлерден екінленсін. Көрішмек үзре.